Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, үлпілдек, керемет булочканың рецебін ұсынамын. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай 300 грамм суымызды құйып, үстіне 2 ас қасық салып, 1 ас қасық дрожж саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде өлшеп алған ұнымыздың ішінен 7 ас қасық осылай бөліп салып араластырып аламыз. Апара дайындап аламыз. Кішкене қоюлау болу керек. Содан соң жақсылап араластырып болғаннан соң бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Апарамыз дайын болғанша 2 дана жұмыртқа, шекерді салып, шекер ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне ерітілген майымызды құямыз. Және де 3 қасық қаймақ саламыз. Міне осымен апарамыз дайын. Жаңағы шекер мен жұмыртқаны араластырған смесімізге салып, барлығын бірге араластырып аламыз. Содан соң үстіне ұнымызды салып, және араластырып аламыз. Осылай венчиктің қасықтың көмегімен ұнымызды араластырып болғаннан соң қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң астына кішкене сұйық май құйып жібереміз. Содан соң кішкене илеп, бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Міне қамырымыз 1 сағаттан соң осылай көтеріліп шықты. Бір қайтарып,
бетін жауып тағы да 1 сағатқа қалдырамыз. 2-3 қайтарсаңыздар да болады. Мен осылай бір қайтарып және 1 сағатқа қалдырдым. Міне осымен қамырымыз дайын. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Осы қамырдан менде 25 дана булочка шықты. Қамырымызды бөліктерге бөліп болғаннан соң, осылай дөңгелектеп барлығын тапамызға жайғастырып шығамыз. Ішіне мен ештеңе салмадым. Өзі сеппесімен де бетіне сеппесін сепкеннен кейін өте дәмді болып шығады. Арасына начинка салғыларыңыз келсе, салсаңыздар да болады. Міне осымен барлығын осылай жайғастырып болғаннан соң, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Содан соң бетіне сеппесін дайындаймыз. ұн, шекер, май үшеуін осылай жақсылап араластырып крошка дайындап аламыз. Осымен булочкаларымыз дайын. 15 минуттан кейін міне көтеріліп қалды. Содан соң жұмыртқа жағып, бетіне крошкасын сеуіп, печкаға жібереміз. Печканы алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар. Не жаңағы дайындаған крошкамызды осылай сеуіп шығамыз. Арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, WhatsApp, Instagram желілерінде бөлісіп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта тағы да өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса,
лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Осымен булочкаларымыз дайын, ас болсын.